Мәжілия кезеңіндегі 3-ші жексенбі жайлы Франсис папаның уағызы. Құрметті бауырластарым, қайырлы жексенбі. Мәжілия кезеңіндегі 3-ші жексенбінің інжіл оқылымы шомылдыру рәсімін орындаушы Жақияның жайын бізге баяндайды. Жақия түрмеде отырып, шәкірттерін Исадан, келетіні ежелден ақ уәде етілген құтқарушымыз шынымен сіз бе? Әлде басқа біреуді күтуіміз керек пе? Деп сұрауға жібереді. Матай жазған інжіл 11:3. Исаның істерін естігеннен кейін Жақия Исаның шын мәнінде Масих екеніне күмән келтіре бастайды. Шындығында, Жақия жер бетіне келіп, әділдікті күшпен орнататын және күнәкарларды жазалайтын қатал Масихты елестеткен еді. Ал Иса, керісінше, барлық адамдарға мейірім сөздерімен ишараттарын көрсетеді. Исаның басқаларға қызмет етуінің түп негізі рақымдылық. Мұндай рақымдылық кешіруге қабілетті, сондықтан соқырлар көріп, сал болғандар жүріп, алапестер құлан таза сауығып, саңыраулар естіп, өлгендер қайта тіріліп, жарлыларға ізгі хабар жарияланып жатыр. Матай жазған інжіл 11:5. Біз Жақияның күмәніне назар аударуымыз керек, себебі ол маңызды нәрсені аңғартуы мүмкін. Інжіл мәтінінде Жақияның түрмеде екені баяндалады. Түрме бұл тек белгілі бір орын ғана емес. Сонымен қатар, Жақияның рухани жағдайы. Зынданда қараңғы, алға қарай анық көру мүмкін емес. Осындай жағдайда Жақия Исадан күткен Мәсіхті көре алмады. Жақия күмәнданып шәкірттерін барып анықтаңдар, Иса шынымен Мәсіх пе, әлде жоқ па, деп жібереді. Осы жағдай дәл Жақиямен болғаны таңғалдырады. Өйткені сол Исаны Үрдін өзенінде шомылдыру рәсімінен өткізіп, өз шәкірттеріне Исаның Құдайдың тоқтысы екенін куәландырған болатын. Мұның бәрі ең сенімді адамның өзі күмәнға бой алдыратынын білдіреді. Бұл жаман емес. Оның үстіне кейде күмәндану рухани өсіміз үшін қажет. Күмәндану бізге Құдайдың өзіміз елестеткеннен әлде қайда ұлы екенін түсінуге көмектеседі. Құдайдың істері біздің есептеуімізден асып түседі. Құдай өзгеше әрекет етеді. Және оның істері біздің қажеттіліктеріміз бен үміттерімізден де асқан. Сондықтан біз Құдайды іздеуді жалғастырып, оның шынайы бейнесіне келуіміз қажет. Бір ұлы Құдай танушы мұны деген, біз Құдайды қайта тануды жалғастыруымыз керек. Кейде оны жоғалтып жатқандай сезінсек те, Жақия да дәл осындай күйді бастан кешті. Күмәнданған Жақия Құдайды қайта іздейді. Ол Құдайдан сұрай береді. Құдаймен таласады, ақырында Құдайды табады. Иса, адам баласы атаулының ішінде Жақиядан жолы үлкен ешкім болған емес деп айтты. Матай жазған інжіл 11:11. Осындай Жақия бізді Құдайды өзіміздің ойдан шығарылған шеңберімізге қамамауға үйретеді. Өз түсінігіміз бойынша қызметшіл Құдайдың бейнесін жасау қауіпті азғыруымыз екен. Құдай мүлдем басқа. Бауырластарым, біз де кейде Жақияның жағдайына тап боламыз. Шынайы Құдайды көре алмай, рухани түрмеге түскеніміздің қаупі бар. Мүмкін сондай сәтте біз Құдайды өз менмендігіміздің тұтқынында ұстаймыз. Сол кезде Құдай туралы бәрін білетінімізді ойлаймыз. Құрметті бауырластарым, Құдай туралы бәрін білу еш мүмкін емес, еш қашанда.
Мүмкін біз өзімізге қалағанын істейтін құдіретті Құдайдың бейнесін жасап аламыз. Біз момын әрі кішіпейіл, мейірімді әрі сүйіспеншіл, әрдайым біздің таңдау еркіндігімізді құрметтейтін Құдайдың бейнесін қабылдаймыз. Бәлкім өзімізге, шынымен сен осындай кішіпейіл Құдай ма? Расында бізді құтқаруға келген сен бе? Деген сұрақ туындауы мүмкін. Бауырластарымызбен де осындай жағдай орын алуы ықтимал. Өзіміздің идеяларымыз бен нанымдарымыз бар. Оларды басқаларға сіңіреміз. Ал бізден өзгеше болғандарға алдын ала қалыптасқан пікірлерімізді танып қоямыз. Мәжілиет кезеңі өз әдеттерімізді өзгертетін уақыт. Бұл Құдайдың мейірімділігінің ұлылығы бізді жағымды таң қалдыратын уақыт. Таң қалдыратын уақыт дәл осы. Құдай жағымды таң қалдыра біледі. Құдай сендерді әрқашан жағымды таң қалдыруға қабілетті. Мәжілие кезеңі. Бұл біз нәрісте Исаның мүсініне арналған ақыр салатын және иеміздің шын мәнінде кім екенін қайтадан танитын уақыт. Бұл Құдай мен бауырластарымызға қатысты белгілі бір түсініктер мен жаңсақ пікірлердің шеңберінен шығатын уақыт. Мәжілие кезеңі. Бұл сыйлықтар туралы тек өзің үшін ғана ойламайтын уақыт. Бұл рухани жарақат алған жандарды сөзбен де, іспен де жұбата алатын уақыт. Иса соқырларға, саңырауларға, сал болғандарға да осылай істеген. Матай жазған Інжіл 11:5. Әулие Мариям Бикеш бізді қолымыздан ұстап, анамыздай жетелесін. Әулие Мариям Мәуліт мерекесіне дайындықтың барлық күндері бойы бізді қолымыздан жетелеп жүре берсін. Мариям бізге кішкентай нәресте Исадан дүниеге келіп жатқан ұлы Құдайды көруге көмек ете берсін. Аумин.